Естідіңіз бе? Нұрлан Сабуровқа Ресейге 50 жылға кіруге тыйым салынды. Дәл осындай ақпарат желіде ескен. Оның Ресейден шығарылуына байланысты елде өтуі тиіс 50-ден астам концерті өте ме, жоқ па әлі белгісіз. Бұған дейін оның ресми сайтында Ресейдің әртүрлі қалаларында 50-ден астам концерті жарияланған еді. Қазір бұл концерттер тізімде тұрғанымен билеттерді сатып алу мүмкін емес. Наурыз айында Сабуров Челябі, Златоуст, Магнитогорск, Орск және Орынбор қалаларында өнер көрсетуі тиіс. Сонымен қатар жақында сатылымда бөлімінде нақты күндері көрсетілмеген тағы 48 концерт жарияланған. Олардың қатарында Мәскеу, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Якутск және басқа қалалар бар. Алайда бұл концерттердің қашан өтетіні әлі күнге дейін белгісіз. Ол 25 ақпанда Таиландтың Пхукет аралында жеке концертін береді. Сонымен қатар сәуір айында Қытайдың Гуанчжоу, Бейжің және Шанхай қалаларында, сондай-ақ Моңғолияның Улан-Батыр қаласында концерттер жоспарланған. Бақ мәліметінше, Пхукеттегі бір концерттің өзінен Сабуров 50 миллион теңгеден астам қаржы табады. Айта кетейік, Сабуров 6 ақпан күні Ресейге кіргізілмеген. Ол желіде бұл іспен оның адвокаттары айналысып жатқанын хабарлады.